Salam dostlar. Salim. Büyük mamamlar. Bugün bizdeki polimer sazdan koyan da sevimiz. Kosip. Mınadan ayağında sevimiz, mınadan basında sevimiz. Onu biz қазір anау kukinaga апарып pişiriyoruz. Sodan keyin onu kukinaga тапсырамыз. Қағазға жабыстырамыз магнитпен. Ya, kettik onda başlayımız mı dostlar? Ya, alға, kettik! Полимер сазынан қоян жасау үшін бізге саздың 4 түсі қажет. Ақ, көк, қою көк және қызғылт. Ең алдымен ақ сазды алып, одан доғал бұрышты үшбұрыш жасаймыз. Бұл қоянның басы болады. Содан кейін көк саздан сопақтау етіп, екінші үшбұрышты жасаймыз. Бұл қоянның денесі болады. Екі үшбұрыштың табанын бір-біріне жабыстырамыз. Көк үшбұрыштың ұшын екіге бөлеміз. Бұл қоянның аяғы. Одан кейін бас пен дене ажырап кетпеу үшін ортасын сазбен байланыстырамыз. Мұны мойын десе де болады. Артынша қоянның екі қолын жасап, оны денесіне жабыстырамыз. Тағы сол ақ сазды қоянның құлақтарын жасауға пайдаланамыз. Бір құлағын әдемілік үшін майыстырып қойсаңыз да болады. Кейін кішкентай ақ түйіршіктерді алып, қоянымыздың екі ұрты мен мұрнын жасаймыз. Оларды әдемілеп орналастырамыз. Ауыз мұрнынан сәл жоғары етіп, екі жаққа екі ойық жасаймыз. Ол ойықты қою көк сазбен толтырамыз. Бұл қоянның көзі. Көзге ақ саздан кішкентай нүкте жасап қоямыз. Ол көз мөлдіреп тұрғандай әсер береді. Дәл сол қою көк саздан екі сызық жасап, көздің үстіңгі жағына жабыстырамыз. Бұл қас. Ең соңында қызғылт саз алып, одан кішкентай үш дөңгелек жасаймыз. Біреуін мұрынға, екеуін екі бетке жабыстырамыз. Қоянымыздың мұрны мен екі беті қызарып тұрғандай болады. Осымен қоянымыз дайын. Енді оны үлкендердің көмегімен 130 градус қызып тұрған пешке 15 минутқа саламыз. Артынша пештен шығарып, суытамыз. Dostlar, mine koyandı pешке салдық. Енді ол пісіп жатыр. Сәлем! Қалай қоян жалпы ұнады ма саған? Ол қойшақты. Міне, достар, қоянымыз да ең болды. Қазір біздің түркі сақты магнитке тапсырып, тонатжосқа елеміз. Мынау анасы, мынау басы. Пештен шығып, суыған саз тастай боп қатып қалады. Бұл қоянды ойыншық немесе сувенир ретінде пайдалансаңыз да өз еркіңіз. Біз оның артына магнит орнатып, тоңазытқышқа жабыстырып қоймақпыз. Іске сәт. Есікті қылтап жабасыз. Сәлем достар. Сәлем достар, әке қайтамы? Неге? Ендеше бастайық. Керегі жасамау, біз тыныш отырамыз. Анам менің панам ғой, содан қоға табам ғой. Асықпа, анам ертең отан болып жанам ғой. Анам менің асыл жан, шуағы нұр боп шашыған, күн секілді күледі, сипа бірге басымнан. Ой, жарайсың. Қайдан жаттан молтақ қапты? Бала шада ұзаттады ойгір. Сау болыңдар достар!